Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Айгерім. Бүгін сіздерге сигара бөректің рецептісімен бөлісетін боламын. Таңғы асқа күшті үйреседі және тез дайындалады, көп уақытыңызды алмайды. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Бізге тек қана лаваш пен ірімшік қана керек болады. Каналға тіркеліп қойыңыздар. Ең алдымен лавашымызды видеода көрсетілгендей, жаңа пиццаға кескенде үшбұрыштарға кесіп шығамыз. Достар, каналымда апта сайын жаңа рецепттер шығып тұрады. Оны өткізіп алмас үшін жаңағы подписаться кнопкасының жанындағы қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Міне біздің үшбұрыштарымыз дайын болды. Енді сырымызды аламыз, ірімшігімізді. Міндетті түрде осы сыр дегенді аламыз. Сырный продукт дегенді алмаңыздар, өйткені ол нағыз ірімшік емес. Сол себептен табиғи таза түрін таңдаңыздар. Енді осы ұзынша етіп турап шығамыз. Енді лаваштан жасалған үшбұрышымызды аламыз да, осылай шетіне ірімшігімізді саламыз да, осылай орап шығамыз. Және де лаваштың ұшына су жағыңыздар, сонда ашылып кетпейді. Осылай орап шығасыздар. Өзінің формасын жақсы ұстайды. Негізі салмасына өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша түрлі нәрселер сала беруге болады. Мысалға жұмыртқа, картошка деген сияқты. Ал сырмен жаңағы ірімшікпен өте дәмді болып шығады. Маған осылай көбірек ұнайды. Мен барлығын орап алдым. Енді табамызға кішкене май құямыз да қыздырып аламыз. Көп құйып жүрмеңіздер, майды осылай құйсаңыздар жеткілікті болады. Енді бөректерімізді осылай салып орналастырып шығамыз. Астыңғы жағы қызарған кезде осылай аударамыз. Екі жағынан осылай қызартып, қуырып аламыз. Міне біздің бөректеріміз дайын болды. Өте дәмді, созылмалы болып шықты. Ірімшікті дұрыс таңдаңыздар достар. Астарыңыз дәмді болсын, сау болыңыздар.